Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Мектептегі сапалы білім мен табысты тәрбиеге қол жеткізудің жолы еңбек, шығармашылық жаңа инновация. Осы орайда мектебімізге жақында ғана енгізілген биоақпараттану және синергетика инновациялық технологиясының КТС картасы бойынша сіздерге математика сабағын ұсынғым келеді. Күншуақ, түймедақ, самалжыл картасының ерекшелігі тақырып бойынша немесе тарау бойынша өздерінің өз білімдерін игеруде, есептерді құрастыруда және шығаруда үйренген дағдыларын бекітеді. Ізденіс дағдылары одан әрі бекиді, шығармашылыққа, балаларды төзімділікке, топта жұмыс жасауға, бір-бірімен достық қарым-қатынас орнатуға дағдыландырады. Орныңыздан тұрып, келесіз, кіші келесіз, бәрі olur дейіз, бас еріңіз. Жарайсыздар, бір сан айтам, сендер бірге арттырып айтасың. 3, 9, 10, 25, 35, 36, 70. Сыныбымыздың көшбасшысы Атика ортаға шыға ғой. Бақыттымыз ба? Иә! Күштіміз ба? Иә! Біз бақыттымыз ба? Иә! Онда Алла! Бір шапалақ бастаймыз. Жоқ. Бастаймыз. Қаламды ортаға қоямыз. Енді тақтадағы жауабына көзбен ғана тексереміз. Төменгі шекті деңгейдегі есептегі жауабы аралық деңгейде кімнің еш есебі де дұрыс, тақтаға келе қойды. 3 есебі де дұрыс болуға 3 есебі де дұрыс. Екі есебі дұрыстар орындарына тұрамыз. Екі есебі. Тұрамыз, тек шықпаймыз, тұрамыз орнында. Деңгейдегі есепті құрастырады және шығарады. 1, 2, 3, 4 амалмен шығарылатын есепті құрастырасыңдар және шығарасыңдар. Ал бетті торындағы оқушылар 3 амалмен шығарылатын есепті құрастырасыңдар және шығарасыңдар. Ал гамма торындағы оқушылар 2 амалмен шығарылатын есепті құрастырасыңдар және шығарасыңдар. Бұл тапсырманы орындауға 15 минут уақыт беремін. Бір-бірімізбен достық қарым-қатынас жасаймыз. Бір шапалақ ұрамыз, бастаймыз. Бастаймыз. Уақыттары кетті. Шығарады. Солай айнала беріп қоямыз. Мысалы қасындағы отырған оқушылар құрастырады да береді. Келесі оқушы ананың құрастырған есебін шығарады да өзі құрастырып келесісіне береді. Солай қағаз айналу керек ортада. Бір парақ емес, бірнеше парақ айналу. Раяна, сен диктофонның 10 есебін көрсетесің. Егер бір қате шықса 10% аласың. Қалған оқушылар есепті есептеп астына нәтижесін жазып. Нәтижеге көз жеткіземіз. Бірінші альфа тобында көшбасшы Атика 191 есеп, 10 есебі де дұрыс, сондықтан барлығын дұрыс деп қабылдаймыз. Екінші альфа тобында 87 есеп, 10 есебінің 4-еуі дұрыс емес болса, 9 есептен алғанда 36 есеп. Тобының есебі 51 болып қалды.
Бетта тобында 80 есеп, 10 есеп тексергенде біреуі қате болды, онда 10%-ын алып тастаймыз. 10 есеп 10%, а 8 есеп 72 болады. Ал гамма тобында қате жоқ, 49 есебі де дұрыс, бірақ әр тобы жеңіске жеткен екен. Қошемет альфа тобына. Енді көшбасшыларды ортаға шақырамыз. Көшбасшылар келе қойыңдар. Мұқият команда топ құрамы тыңдаймыз көшбасшыларымызды. Хадишадан бастайды. Біздің тобымызда 6 бала бар. Біз 87 есеп шығардық және құрастырдық. Қиналған команданда қиналып отқан оқушылар бар ма? 4 амалмен шығаруға қиналып отырған кім қиналып отырды? Абдурахман баяу отырған сияқты ол көрінді маған. Өздеріңе қалай енді? Топтарында. Кішкене баяу көп отырып қалдың, я, Абдурахман ойланып. Абдурахман кішкене жаттықсын, бетта тобына көшіреміз бе? Әлде сол топта қала берсін ба? Кішкене жаттығасын ба Абдурахман? Тез-тез шығаруға, я? Әлі де 4 амалмен шығаруға жылдамдық керек екен саған, я? Жарайсың. Ал, Атика. Біздің топта 6 бала бар. Біз 191 есеп шығардық, ең құрастырдық. Бізге түк қиын болмады. Тану және синергетика табысқа, кемелдікке, сапалы білімге жеткізер жол.